Зауал ғой мені құтқарған негізі. Соған кішкене бір 100 мың теңге жетпей тұр. Оны бірақ қарапайым халық түсінбейді ғой. Дым дайындалған жоқпын термеге. Дайындалған жоқсың ба? Мен әрі музыкант деуім үшін өзімді мен бірнеше жанрды қамту керекпін. Назареттің әндері бәрі жақсы ұнайды, бірақ үлкендерді сыйламайтын жаман екен деп. Үлкендерді сыйламау деген ол қате пікір. Сол аға, сәке, көке, бәке деген нәрсе бізде сол көп жерде көп. Екі бейне өмір сүреді. Біреу менде музыкант, біреу тыңдарман қарапайым. Мен біздің әншілерге кішкене сенбеймін, жақсы әншілерге. Тыңдап көр әнімді, мұңды емес көңілді, еске емес бүгінгі. Қарсы алар таңыңды, әрдайым көңілді, үзбе еш үмітті. Назарбек, қазір немен айналысып жүрсің? Қанда өзіңнің тыңдармандарыңа қандай сыйлық дайындап жатсың? Менің естуімше бір жаңалығың бар. Негізі жаңалықтар, жалпы жоспарлар баста мынау былай айтқанда таракандар дейді ғой, көп ойлар көп. Енді жақын, осы дәл жақын арада бұйырса, енді өзім айтуым бойынша арт альбом деймін, 3 әннен тұратын триптих альбом шығады. Ол кескіндемемен, яғни орысша айтқанда живопись, кескіндемемен бірлескен дүние болады. Коллаб, былай айтқанда коллаб дейді, ағылшынша фит дейді. Негізі байқасаңыз, мен әншілермен фит жасамаймын, көбіне бірлесіп ешкіммен ән айтпайсыз. Негізі сол дуэт өте бір алдағы уақытта бір-екі әншілер бар ойланып жүрген. Бірақ бір ән болса, дүние болса, бірлестік болса, бір жақсы нәрсе болғанын қалаймын да, бір тұрарлықтай деген сияқты. Енді табиғатыма орай ма. Содан кейін жаңағындай бір Сая Кенже деген суретші қыз, жас, сол екеуміз ақылдасып отырып осындай неге келдік. Ол қыз жаңағы менің өнерімді бағалайтын, шынайы жаңағыдай әндерімнің бір басқаша көре алады да. Содан кейін бір осындай бір екеуміз шешімге келдік, осындай бір триптих жасасақ деп, осы 3 әннен. Негізі ол әндердің атауын бәрін айтатын болсам, ол жалпы ол әндер 2015-тен бастап жасалып келе жатқан, менің былай айтқанда балаларым ғой. 2015-те қазір айтамын, бір ән шықты, 2017-те 2 ән шыққан. Сол 3 баламның басын қосып триптих бұйырса халыққа ұсынамыз, тыңдармандарыма ұсынамын. Негізі ол енді бірден айтуға болады, ол бір коммерциялық тұрғыда, бір концертте бір ақша табу емес. Ол жерде бізде 100% былай айтқанда енді іштегі шер, жаңа суретші қызда да бір басқаша бағыты салатын арт. И менің де жаңағы музыкада басқаша. Біз бір қызығы әндерде сөз көп емес. Ол әндерде естисіздер бір 3 жол, 4 жол. Формасы басқаша, қызық, қайырмасы жоқ. Біреуде қайырмасы бар, бірақ қызық. Бұл жерде көбінесе, мысалы музыкаға келетін болсақ, енді кескіндеме жөнінде оны өзі айта жатар, суретші. Мен музыка жағын айтатын болсам, бұл жерде қазір кейінгі кезде музыкада жалпы проигрыш дейді ғой, проигрыш үн. Мен негізі көбінесе жаңағындай инструменттер сөйлесе екен деймін. Бұл осы 3 әнде бар. Сол атмосфера, және де бір әркім өзінше бір айтпай-ақ сөзбен емес, әуенмен, жаңағы аспаптардың үнімен, және де бір қызығы ұлттық аспаптары бар бұл әнде. Бұл әндерде жаңағы триптихта. Солар бір өздері бірдеңе бір әңгіме болады әнде. Бірақ халық, әр адам оны өзінше қабылдайды. Бұл андай бір арт альбом деймін, енді білмеймін. Мен өзімнен сондай бір қызық бір дүние болайын деп тұрмын мен үшін. Суретшілердің картиналарын адамдар көргенде өз бетінше түсінетін сол сияқты, иә? Сол сияқты, дәл солай. Негізі музыкада да негізі екеуі негізі ұқсас қой. Өнер жалпы бір-бірімен бәрі ұқсас қой. Бірақ өз жақта жаңағы көзбен болса, ұғынса, бізде құлақпен қабылдайды да өзінше ұғынады. Енді қызық, менің кейбір әндерімде бар, несіне деген бір ән бар, ол жерде 2 жол. Және музыкамен көбіне жаңағыдай қобыз бар, гитара бар, жүре береді. Соны
біреулер ойлайды махаббат жайлы деп. Негізі ол махаббат жайлы емес. Сезімнен мені алмасаң, сөзіме сене алмасаң. Сосын бүйтіп сырттай бүйтіп жаңағы коммент нелерден оқимын да, қызық адамдардың әркім өзінше қабылдап алады. Сол сияқты ғой, әркім өзінше қабылдайтын бір қызық, тұрарлы. Енді мен үшін бір аса қымбат бір осы өнерде жолында жүргенде бір қызық не болатын сияқты, мен үшін серпіліс болатын сияқты осы триптих. Бұны бізде көбісі енді мен біліп тұрмын, көбісі түсінбеуі мүмкін, нетпеуі мүмкін, бірақ бізде ондай емес. Бізде ондай, қалай айтсам, мен жиі айтатын бір әңгімем 60-та 70-те, ай осы жас жалындап тұрған кезде не нәрсе істеп кетіп едім, осы андай бір өкініш болмайтындай, осыны істегім келді, міне істеп кету керек деген сияқты. Сол асыға күтеміз бұл альбомды әрине. Жалпы сенің музыкамен айналысып жүргеніңе бір 10 жылдай болып қалды, иә, бір осындай кәсіби түрде сахнада жүргенің? Кәсіби түрде, иә, 10 жылдай. Ал бірінші өлең жолдарын қанша жасында жаздың? Есіңде бар ма? Әнге ма? Иә, әнге өлең жолдарын, мысалы сөзін музыкаға дейікші солай. Сен негізі осындай 8 қырлы музыкатсың ғой, негізі сондай әнінде жазады, музыкасында жазады, музыкалық аспаптарда да ойнайды. Ең бастамасы, соның барлығының бастамасы болған кез ол қай кез болды? Қанша жаста болдың ол кезде? Негізі не жайында жаздың ол? Мен бұған дейін бір қызығы 2015-те жаздым бірінші дүниемді. Негізі мен бір қызығы менің бірінші дүнием Зауал деген ән. Сол кезде айналамда адамдар айтқан, Зауал сені шынымен бірінші әнің бе? Иә, бірінші әнімден. Қалай бірінші әнің дейді? Мен өмірі бұған дейін ән жазып көрмеген деймін да, толық. Мен негізі бала кезде кие несіме алсам жазып көріппін, бірақ ән шығарам, жаңағыдай браковать етемін. Оны бала кезде ондай бір әнге ұқсап кетеді, жаңағыдай пианинода отырып, жаңағы музыкальный мектепте оқып жүргенде бәріміз отырамыз да шығарамыз, жай ғой деп өзіміз үшін. Бірақ кәдімгідей бір өмірден бірдеңе алғандай болып, жаңағыдай бір түсінгендей болып, бір іште бір Зауал деген еще бір қызығы еш жерден оқымағам, ол бір іште үн болды, Зауал деген Зауал. Сосын мен Зауал деген не сөз екен деп Гуглдан қарап, содан кейін ол жаңағындай қызық болды сондай. Негізі бір жерден оқып, Зауал деген ән жазам, прикольно деп, ондай болған жоқ. Бәрі сөйтіп ойлайды көбісі, типа кітап. Негізі кітапты оқымағам. Негізі кітап көп оқымаймын. Бір жағдайлар бастан өтті, оның бәрін енді толығырақ нетіп жоқ. Бірақ солай келіп, Зауал деген дүние негізі толыққанды менің бірінші дүнием. Әні де, сөзі де, аранжировка жаңағы аккорд, гармония, типті қандай гармония, қандай ноталар болу керек деген сияқты. Оның бір негізі оны музыканттар түсінетін шығар, музыкалды түрде айтатын болсақ, негізі аккордтарында да ерекшеліктер бар. Бір шешімдері басқаша, негізі заңға бағынбайтын бір шешімдер бар. Сонысымен бір атмосфера тудыртып тұр негізі. Сол сияқты бірінші дүниемде сол десем, көбісі сенбейді, неге қой ол емес шығар деп. Бұл енді кәдімгі кәсіби әнші жазған сияқты ғой бұл ән. Иә, бірнеше жыл сахнада жүрген, бірнеше альбом шығарған деген сияқты. Иә, бір қызығы, бірақ мен бір басында сондай бір күйде жүрдім да, жазып тастадым, сосын келесі әндерді жазып тастадым, бүйтіп жазып жүрдім біраз әндер, бірақ бірден шыққан жоқ олар. Одан кейін жаңағыдай былай тарих қарайтын болсақ, менің жаңағы ән жазу шыққандағы Зауалдан кейін Лапылда шықты. Сол кезде бәрі ойлайды Зауалдан кейін Лапыл. Негізі Зауал мен Лапылдан ортасы біраз ән шықты. Просто жаңағыдай бәрін баса бермей, кішкене мотивация болсын деп. Негізі ол дұрыс істемедім деп ойлаймын қазір. Сол кезде бірақ Зауалдан кейін бірден Үрей шықты, тағы осы триптихтағы 1-2 әндер шыққан. Сол кезде бірден. Сол немен қарқынмен ұру керек еді, мен кішкене андай нетіп қалдым. Бірақ 1 жыл ма, 2 жыл өткеннен кейін қарадым да, Зауалды бір байқамай, бір неде ойнаматты ма, бірдеңе болды. Тыңдап отырсам бір тіптен былай шығып кеттім да өзімнен сол кезде. Мына әнді мен жаздым ба деп андай болады ғой іштей. Иә, сенбеушілік па? Иә, қызық екен бұл менің бірінші әнім ба деген сияқты. И бір жақсы, мен үшін бір әйтеуір ұялмауға болатын бір бастама болды. Оның үстіне мен көрдіңіз бе, перфекционизммін да. Перфекционизм бар менде андай. Бірдеңе қисық тұрса, бірдеңе бір нота қисық тұрса, сөзде бірдеңе болса, сөзді мен ұзақ жазамын оның үстіне. Жаңағы ойластырып,
бірдеңе кейбір ұйқастырып рифмасы келсін. рифма келтіру керек, және де ол былай кішкене мағына беру керек деген сияқты. Сондай. Сонда музыкаға талпыныс деген бұл кішкентай кезінен басталды, иә? Негізі музыкаға деген талпыныс мен сізге айтайын, тіпті бір 5-6 класстан сыныптардан 5-6 жастан басталды ғой. Негізі әкем жақ домбыра мен ән айтады. Сонда әке үйретті домбыраны шертуге. Домбыра шертуді әкем үйретті. Бүйтіп бір нені үйретті, анау бұрын бір ән болушы еді ғой. Ақшашты көрдім ана сама. Бізде бір Шайтангөл деген ән бар. Солардың әндерін үйрендік та, содан кейін әрі қарай мен өзім алып кеттім. Сосын папа жұмыс істеп жүрген кезі жұмыстан келеді, сосын папа қараңыз мен домбыра ойнап жүрмін деп. Сол кезде папа таң қалды, мә. Сөйтіп әрі қарай өзім алып кеттім, сөйтіп эстрадный әндер айта бастадым. Негізі басында домбырамен айтып жүрмін, одан эстрадный конкурстарға қатысып. Негізі ең бірінші сахна көрген сахнам 4-ші сыныпта. Үштөбе деген ауылда дүниеге келгем, сол Үштөбеде Бұқар Жырау ауданында конкурс болды. Сол кезде сол бірінші 4-ші сыныпта шыққан қызық тірілдеп сахнам бірінші тәжірибе болды, иә? Иә, тіптен қызық болды андай. Содан кейін сөйтіп жүрдік та 5-ші сыныпты бітірдім. 5-ші сыныптан кейін қалаға келдім. Сонда бізде Қарағандыда дарынды балаларға арналған мектеп болатын, музыкалды мектеп. Кәдімгідей специальность алып шыға аласың, 11 бітіріп. Қазір енді дарынды балаларға арналған оны алып. Мынау қазір біздің Алматыдағы Жұбанов, Байсейітовтармен қатар болатын соның деңгейі. Бірақ мен ондай мектеп, бір серьезный мектепке бара жатырмын деп ойлаған жоқпын басында. Соның 5-ші сыныпты бір қызығы, мен тағы да жылымды жертвовать еттім осы музыка үшін. 5-ші сыныпты бітірдім, аяқтадым, қалаға келдім. Мамаға айтады, балаңызды алмаймыз, себебі кеш қалып қойыпсыздар, тағы бір жыл ерте келгенде үлгір болшады. Немесе алуға болады, былай данныйлары жақсы екен, бірақ қатарластарын көп жете алмайды, сондықтан да тағы бір сынып оқуға тура келеді. Сосын 5-ші сыныпта тағы оқима сонда деймін. Иә, бізге түсу үшін тағы оқиды, себебі бізде өте андай мамандандырылған мектеп, бізде 2 алса бізде оқудан шығарып жүретін бір қызығы. Андай 3 алсаң сразу ондай қарамайды, аямайды. Сосын кетіп бара жатырмыз, үйге мектептен шығып ауыл жаққа бара жатқанда мама тұрады да, ал не дейсің бабам, естімін ғой 5-ші сыныпты 2 рет оқыған. Бізде андай ауылда балалар, енді бізде сондай болатын, бәрінде солай болатын сияқты. 4-ші сынып, 5-ші сынып андай кішкене ұят болатын. 5-ші сыныпты 2 рет оқып жатсың ба деген сияқты қалып қойған сияқты ма. Иә, сондай бір жаман оқушы сияқты, иә? Иә. Сосын мама айтады, қалай не дейсің деп. Сосын мен айттым, бірден келістім. Мама, музыка үшін мен 2-ші рет оқуға дайынмын 5-ші сыныпта. Сосын маманы өзі бүйтіп қарады да, басын шайқады да, жақсы онда деді. Сосын келдім, оңайлықпен түстім. Сөйтіп ода 7 жыл оқыдым, дәстүрлі ән мамандығы болды. Содан кейін мен консерватория қабырғасына келдік. Ол жерде консерватория, бізде Құрманғазы атындағы консерватория ауылда, қалада жүрген адамдар үшін қол жетпес болып көрінеді ғой енді, андай. Бірақ біздің мектептің балаларын жеңіл алды, бір бағымызға орай, әйтеуір мен уайымдап жүрмін кәдімгідей. Сосын мына жақта біздің мұғалімдер қорқытады, бірақ келгенде Қарағанды мектебіме, иә, музыкада осының дарынды балалар болды деді, бірден алды, автоматты нелер алып. Сосын ол жерде де дәстүрлі әнді 4 жыл оқыдым, сонда менде 11 жылдық дәстүрлі ән мамандығы бойынша білім бар негізі, арқа мектебі. Негізінде жалпы Қарағанды сондай қаласы, иә, Қарағанды өңірі, бұл енді біз спорт жағынан білеміз, иә, бәріміз өте сондай дарынды өңір екен. Ал музыка, өнер жағынан алатын болсақ, бұл кішкене ондай мрачный дейді ғой, сондай көңілсіз, сондай ауа райы да, сондай ызғары, климаты сондай, иә. Қалай осындай жерде, сондай неге шығармашылығы талпынған, сондай бала өсті, сондай музыканы жақсы көретін? Сондай сен сияқты. Бұл сондай қиын болды ма ол? Мен кейбір басымдағы сұрақтарыма сіз жауап тапқандай болдыңыз. Қарағандыда серый дедіңіз ғой? Сондай серый, мрачный әндерімде кейбір әндер сондай ғой. Көп әндерім негізі сондай. Иә, оған да тоқталамыз қазір әндерге. Жоқ, негізі
білмеймін, бізге олай көрінбейтін. Қарағанда дүние андай балалық кезде ондай білінбейтін. Біз Алматыға келіп мен мысалы түсіндім, Алматыдан кеткім келмей қалды, Қарағандыға қайтқым келмей қалды. Бірақ Қарағандыда ата-анам тұрады қазір. Бірақ Алматыдан Қарағандыға барғанда андай бір серіс кәдімгідей енді сезіліп жатыр. Басында сезілмейтін, бәрі бірдей сияқты. Басқа қаланы көрмеген кезде өз қалаң бір сондай ең көрікті болып көрінеді. Көрікті болып, және де өскен ортада енді Құдайға шүкір ата-анамыз ондай не болған жоқ. Андай қалай еді, қолынан келгенше бәрін жеткізіп беріп, әйтеуір аямай, және де аулада да балаларда көңілді болғаннан кейін бандай ештеңе сезілген жоқ. Және де бір алаңсыз музыкада домбыра ойнап, оның үстіне айналада, енді бізде әйтеуір бір жақсы қазақтарда деп айтып бола ма, отырған жерде домбырамен, гитарамен ән орындалып жатады. Туысқандарда әншілер көбісі. Содан кейін негіз бұл бірден келе салмайды ғой адам жайдан бір фундамент құрылады да, осындай нелер айналада көресің. Оның үстінде менің Үштөбе ауылындағы осыны пайдаланып рахмет айтсам, Үштөбе ауылындағы қазақ тілі, қазақ әдебиеті жалпы алғашқы нені әліппеден бастап маған бір дұрыс білім берді. Енді қазір сол кісілерге әлі рахмет айтамын. Мен әліппе ұстатқан, әріпті қалай айту керек, сол кісілерге рахмет айтамын. Себебі сол кісілер менің фундаментімді осы музыкаға негізі әліппеден басталды. Жалпы музыканың ішінде мен үшін жай музыка емес, текст бар, не бар, жаңағыдай сөйлету бар әуенді. Сондықтан да бұның бәрі әліппе, мектеп, жаңағындай музыкалды мектеп, ол жерде мұғалімдердің бәрі неден Россияда бітірген, Московский консерваторияны бітірген мұғалімдер берді да бізде. Содан кейін әдеби поэзияны үйреткен. Повезло. Музыкальный литература болатын бізде. Жаңағыдай гармонияда Дубовский, енді оны музыканттар не басқалары Дубовский деген нелермен оқыдық та, жақсы фундамент жинап алдық. Сосын Қарағандыдан алыстап Алматыға келгенде бір өмірдің басқа жағынан көре бастағанда соның жаңағындай не дейді, технический білім бар да, бірақ андай не жоқ. Тәжірибе жоқ. Мына жақты қоспай, іштей. Сезімді. Сезім жоқ та. Ананы робот сияқты бәрін ойнайсың, гармонияны, задание береді, тақ-тақ істеп бересің. Бәрін жат қайтып бересің. Бірақ жүрегіңе кіргізбейсің деген сияқты ма? И жаңағындай уақыт өте өмір бірдеңелерді көріп, бір қалайды, келеңсіз жағдайға байланысты бір әндер бар, андай бір күйге байланысты әндер бар, сондай. Бір қызығы, бірақ менде махаббат туралы ән аз екен. Соған бәрі соны қояды. Сол өмірдегі бір басқаша неге бір жауап іздеп кетесің кейбір нәрселер. Сол кезде технически бәрі өзі автоматически қосылады екен, оның бәрі. Ұмытылмайды екен бір қызығы. Негізі бір ноталарды мен қайталап отырмаймын. Bir қол өзінен өзі. Бұрынғы бала кезде үйренген нәрселер өзінен өзі жүреді. Сондықтан бірден емес, бәрі бұл бірте бойыма қапталған нәрсе екен. Үйлесіп кетті, бір-бірімен. Сөйтіп қазір бір бүтін болып кетті деп ойлаймын. Содан кейін осылай алдыңыздан Назарбек болып отырған шығармын. Зауал әні, ол басында ең алғашқы рет сондай танымал болған сол жұлдызды жекпе-жек жобасынан кейін шығар, бұл Зауал әні. Үлкен сондай танымалдылыққа ие болды ғой деймін. Көбісі адам естіп, бағалап деген сияқты. Менің байқауымша. Жаңа серпіліс берген шығар, бірақ негізі ең бірінші Зауал шыққан кезде бірден бір бағасын алды. Оның бір қызығы, тыңдармандар енді ценителдер дейді ғой, бір басқаша тыңдармандар өзінше қабылдады, бірақ Зауал ғой мені құтқарған негізі. Мен негізі Қарағандыға қайтайын деп жатқам, ол бөлек әңгіме. Негізі менде әңгіме көп екен ғой. Әкем ұрсып, бір үйде бір жағдайлар болып, сосын үйге қайтты. Не істеп жүрсің Алматыда? Сені асырамайды бұл музыка деп па? Сол кезде мен Зауал, оған дейін дос баланың әндерін айттым. Көңіл шіркін деген ән, джазовый стильде, сөйтіп эксперимент жасап жүрген кез. Бокс федерациясының гимнін жаздық біз. Сондай бір эксперименттер жасап жүрген кез. Сосын бір өмірде бір не болды да, жаңағындай Зауал деген ән шықты. Зауалды әкем айттым, әке, өтініш, мына әнді мен шығарайын жарыққа, аранжировкасын бәрін бітірейін. Ол кезде аранжировканы өзім жасамаймын, бірақ гармониясын бәрін өзім ойнаймын, жаңағыдай.
соған кішкене бір 100.000 теңге жетпей тұр, папа осы жерде қолдап жіберсеңіз жақсы болар еді дедім. Сосын болды, мен Қарағандыға қайтамын сіздің айтқандай. Осы менің миссиям болсын соңғы музыкадағы, болды содан кейін. Жақсы деді. Сосын папа ақша жібереді 100.000. Ананың бір ақшасын құртпай сол аранжировщикке апарамын да, міне мына жерде былай жасаймыз, мына жерде нарқобыз қосамыз, нарқобыздың партиясын бәрін өзім ойлап тауып жүрмін жаңағы деп. Сосын аранжировщик битті қалай істейміз дейді. Жаңағындай менің бір қызық аранжировщиктермен бұрын өзім қазір өзім жасап жүрмін ғой, биттардың бәрін өзім жасаймын ана. Олар күлетін маған, мынандай басына барамын да. Здесь, братан, орысша сөйлейді жаңағыдай. Здесь, братан, надо этот. Ауызбен айтады, сосын ол тұрады, все дейді. Жаңа один в один снимать етеді, менің ауызбен айтып отқанымды. Мына жерде өзім ойнай саламын деп. Почти ананың бәрін өзім жасап жүрдім. Сосын кейін ғой, жаңа ойландым да, мен неге компьютер алып өзім жасамайын деген. Сол кезде сөйтіп жүрген кез. Сосын зауалда дайын болды, міне қолыма түсті. Сосын тағы да звондайды, папа, не болды, не істедің? Міне, бітті, папа. Мен мынаны бүйтем, ертең күні бойы таңертеңнен бастап кешке дейін радиоларды, Алматыда қандай радио бар, бәрін аралап шығам, тапсырам бәріне, сосын мен қайтам дедім. Жақсы деді. Авторадио, жаңа бүкіл радиоларға кіріп шығамын. Бір радиолар енді қызық, қазір ол кісілерді кейде көремін. Бірақ ол кісілер мені есімде емес шығар, жоқ, мен уже есімдерінде жоқ сияқты. Өздерінше бірдеңелер айтып сол кезде біраз өздерінше тіпті нетпеген, менсінбеген кездер болды. Бірақ бір нелер радиолар алып, қазір бір айналдырып жатыр. Осы авторадио рахметімді айтамын, негізі көп әндерім сол диск, ол кезде диск қой, дисктен бүйтіп апарып 2015-дің өзінде енді ғана таусылып жатқан кез дисктер. Сосын сөйтіп жүргенде бір таныс жігіт бардым, клипмейкер Ғалым деген. Сол Назарбек келші деді, бір әңгіме бар деді. Сосын не болды? Бір әңгіме бар, сөйлесу керек деді. Окей, бардым, сен енді несің ғой, бокс федерациясына гимн сендер айтады екенсіңдер, иә. Сол мен әнді естідім, соны біз саундтрек қылып алсақ бола ма сериалға. Соны сол үшін шақырыпты, сосын бір заодно давай шай ішейік, соны сені көргім келді, анау мынау деп. Жақсы. Жоқ, не жаңалық бар деп. Жаңалық сол бір ән шыққан. Бірақ негізі жаңалық мен Қарағандыға кетіп бара жатырмын деп. Кет, қалай Қарағандыға кетіп барсың? Саған кетпей керек брат, анау мынау деп. Бірақ бір ән шықты, жай тыңдап көр бағасын, бірақ өзіме осы ән қатты ұнайды дедім, зауал өйткені бұл менің алғашқы авторлық алғашқы әнім, өзім бас аяғы жасап, әннің сөзін бәрін ойластырып, атаудың өзі маған бір қызық. И жаңағыны қоям, сол жерде ол тыңдайды да, бірден тұрады да. Назарбек, бұл дүниеге клип түсірілу керек дейді да, менен клип дейді. Біз оған дейін ол жігітке көңілшікке клип түсіргенбіз, $10,000 ақша кеткен, ол жерде спонсор болған, менде енді жаңағыдай таныстар қолдады да. Ана жерде жоқ, мен айтамын, брат, енді бұл жерде не жоқ, ақша жоқ, шын айтайын десем, жоқ, ақшасыз түсіремін дейді. Мен қуанып, бірден шықтым да, мамаға звондап, мама, мен тағы кішкене уақыт беріңіздер, клип түсіремін, болды. Сосын қайтамын деп, папа екеуі жарайды. Сосын клип түсірдік. Актрисаның бәрін өзім таңдап, ВК-дан тауып алып, ол қызды актриса қыз Элина деген. Сол кезде бағымыз орай Гакку арнасы енді ашылып жатты. Басқа арналар ол кезде клипке ақша сұрайтын кездер ғой, ойбай, бір клиптің өзіне қанша $10,000. Я сондай жүйе болатын, я ақшамен ғана алатын. Сол кезде Тимур деген Балымбетовке жаздым. Мынандай қорықпайтын бұрын, ұялмайтын, бірден жазам. Бұл жақсы клиптерді көрейік деп жібердім. Сосын тұрды да көрді да, ана клип бізге ұнады. Алғашқы Гаккудегі алғашқы клиптердің бірі Зауал. Сол Зауал Гакку енді жаңа не ғой, телеканал. Сол кезде шықты, сол кезде бір өзінің несінде жаңағыда, бір өздерінше, бір өз деңгейлерінде естеріңізде болса, басында Гаккуде жаңағындай жап-жаңа деген сияқты бір айдарлар болды, сосын топ деген сияқты ма, бір басқаша бір. Сол кезде Зауал жақсы бір не алдыға өздері, Тимур өзі ғой нетіп жүрді, жақсы қолдау көрсетіп жүрді. Соның арқасында бұл нені біздегі продюсерлер байқай бастады. Негізі мен бағымды сол Зауал ашты. Сол Зауал шықты,
енді мен қайтайын деп жүргенде анадан ұсыныс түсті, мынадан ұсыныс түсті. Сол зауал арқылы, зауалдың шыққаны арқылы біраз продюсерлермен таныстым, әншілермен таныстым. Жалпы бір бүйтіп басымды сұға бастадым. Жол ашып берді. Иә, әншілерге ән жаза бастадым. Қызық бола бастады. Содан бүйтіп әйтеуір шығып кеттік. Сосын Алматыда қалып қойдық. Содан бері әлі Алматыда жүрмін. Иә, қазір әлі Алматыда бір жақсы ата-анам қазір бұрынғыдай ондай не жоқ. Тіпті қуанады. Әйтеуір аман болсаң болды. Сенбеушілік жоқ, иә? Иә, жоқ, ондай жоқ. Сол енді 2015-те мен 25-темін ғой, бір жағынан ол кісілерді түсіну болады. Әрине. Әркім өз баласына енді жарқын болашақ тілейді ғой. Ал осы зауал әні жұлдызды жекпе-жекте болғанда маған сондай бір қызық көрінді да, бұл жерде енді біздің эстраданың енді аттары аңызға айналған үлкен әншілер болды, иә, бұл жерде Тоқтар Серіков та болды, бұл жерде Мейрамбек Беспаев та болды. Олар сені бірінші рет көрген кезде сол зауалды орындағанда меніңше олардың бір сондай ауыздары ашылып қалған сияқты, сол біздің қазақ эстрадасында осындай музыкант бар екен ғой деген сияқты. Олар кішкене менің сондай байқауымша былай түсінбеген сияқты, сондай сенің музыкаңды де, сол өлең жолдарын да. Олар мынандай нәрсе айта бастады да, бәрі көбісі сондай ұқсас нәрселер. Назарбектің өз әлемі бар, сондай өз әлемі бар әнші, ол өз әлемінде сондай өмір сүреді өзі. Өзінің сондай әні, сол зауал бәрі сондай көңілсіз, мрачный деген сияқты, сондай пессимистичный деген сияқты сондай сөздер айта бастады да. Біз саған айтайық деп тұрғанымыз сол, жалпы өзіңді ақын деп санамасаң, ақындарға жаздыр, әнің ғұмырлы болсын десең. Енді шын мәнінде мен де осы достарыма қосыламын, өнерде жүрген азаматтарға. Бір түсініксіз жаңағы сөзді жалпы сен жазу қолынан келмесе, ақындар көп, соларға жаздырғаның абзал. Әнің бостан бос өліп қалады. Сон және де ешкімге ұқсамайтын бір дүниелерді алып келеді деп жатыр. Енді жалпы ешкім ұқсатпайтын дүние жазу дегенде мен өзім түйсігіме аса қона бермейді енді. Бұл ән деген жүректің үні. Ол мәңгі осы ауада қалықтап жүру үшін ғасырлар бойы көшпен көшіп жүру үшін, ән ғұмырлы болу үшін, ән тұрақты болу, ән әдемі болу керек. Ән емес деп тұрған жоқ. Жақсы ән, бірақ бір жаңаша дүние жасаймын деп өзіңді өзің таппай қалма, біз сені танымай қалып жүрмейік, бір басқадан болып кете жүрме деген ғой біздің тілегіміз. Сен өзің қалай қабылдайсың осындай сипаттама берген кезде сенің әндеріңе? Жалпы сен ренжіте ме ондай сөздер, әлде қалай қабылдайсың? Жоқ, нормально қабылдаймын, өйткені ол сырт ой және ол адамның басқа ракурстан ғой, әр адам өзінше қабылдайды да. Біреулер мысалы шынымен де сенікі меланхолия дейді, біреу жаңағыдай сенің әндерің бізге шабыт береді дейді. Бір қызық ұғым бар айтпақшы. Меланхолия әндер, депрессивный әндер кейбір кезде депрессиядан алып шығуға көмектеседі дейді. Негізі адамдар біз андай бір көңілді әннен жоқ, біз депрессиядан шығамыз дейді ғой. Бірақ мынандай бір ұғым бар екен, депрессивный әндер көмектесті. И мен оны байқадым, мен бұрын депрессияда жүргенде сол әндер көмектесті маған. Сол сияқты әркімнің өзі несі әртүрлі да. Сондықтан да ол мені ешқалай ренжітпейді, нормально қабылдаймын, былай айтқанда. Ол кісілерді де түсінуге болады, өйткені ол кісілердің былай енді қатты араласпасам да, бірақ ол кісілердің тарихын білемін, жалпы қалай не болған, жалпы қалай көтерілгендерін, қайда оқығандарын, және де қандай ортада өскендерін. Сондықтан да ол кісілерді түсіну ракурстарынан қарап түсінемін ол кісілерді де, өйтіп айта алатындай. Енді түсінбеген сияқты деп, бәлкім түсінген сияқты кейіп танытты, оны да басында мен ойладым. Жаңағыдай, сосын бұл жерде ол кісілерден гөрі анық ойын Ақберен Елгезеков деген сол жерде отырды ғой. Иә. Сол кісі негізі кәдімгідей өз әлемі бар деп бітсе, ол кісі жаңағыдай анық, нақты нелерді айта бастады, келтіре бастады. Сол кезде ол кісі енді сол кісіге рахмет, әйтеуір сол жерде сол кісі қолдап отырған мені түсініп сондай бір жаңағыдай өнердің не жағынан бір басқаша тілде пікірлер айтты да, басқа бір профессионалды тілде болды ол кісінің жаңағы пікірі. А басқалардікі кішкене бер жағында неге мынау анау деп
ондай енді бізде негізі байқасаңыз попсаны орындайтын әншілер сияқты да. Иә. Маған бір қызық көрінді да, ол музыкамен айналысатын адамдар сол сенің музыкаңды түсінбей отыр деген. Олар негізі білу керек қой, музыканттар әртүрлі болады, иә, барлығы бірдей емес, неше түрлі бағыттар болады, иә, неше түрлі әдіс болады, иә, соны орындаудың. Соны түсінбегені маған бір қызық болып отыр да. Негізі бізде сол кезде бәрі таңғалды, айналамда да таңғалды, жаңағындай. Бірақ айналамдағы енді жақын туысқандар болсын, не болсын, басқалар болсын, сол кезде түсінді. Біз жұлдыз жекпе-жекке шыққанда сен түсіндік, сен музыкаң басқаша екен деп кейбіреулер айтып жатқандар болды. Өйткені ол мен өзімді білдім, мен басқаша бір не эксперименталды бір музыкалар жасап жүргенімді, тақырыптарда болсын, жаңағыдай бір шешілімдер болсын, гармониялық. Оны бірақ қарапайым халық түсінбейді ғой, қандай гармония не жасап жатсың. Ол общий восприятие жаңағы. Общий бір толыққанды бір әнді қояды, 2-3 минут ойнайды, болды. Ұнады ма, ұнамады ма, болды. Сөндіре салады. Солай ғой? Иә. Ал бізде жаңағы үйреншікті ойланатын. Былай қосасын. Жаңағыда қандай әнді айтуға болады, мысалы, мысалы, Қайрат Нұртастың әндерін алсақ. Жоқ, кез келген ұнайтын болсын, ұнамайтын. Бұл жарайды ғой. Қостық жетейін десем жете алмай, уже ұстап отыр. Жүргенім жоқ. Олай әдемі ән. Мысалы, маған да секвенция бар, музыка, бұл жерде психологиялық не бар, адамды ұстайды, тартады. Және де ол біздің немізге жақын. Ол Шәмшінің жаңағындай структурасына жақын, несін стиліне. Жаңағы деген кешікпей келем деп ары қарай жалғастырып жүру болады. Иә, Музарттың әндері. Біріне, Музарттың әндері. Ал менің әнім шығамда зауал бірден әрине ол жерде не айқай шу байқасаңыз Тоқтар Серіковтің түрі бүйтіп жырай отырды ғой. Сол ол кісіні түсінемін, бірақ мен сол кезде эмоцияға беріліп бір сұхбат берген бар, бірақ қазір түсінемін, ол кісілерге шынымды айтсам қазір тіпті ренішімде жоқ. Ол кісілердің нелері ғой. Сол жерде маған күліп тұрғаным да дұрыс болды. Эфир кезде өзі негізі күліп тұрдым ғой. Просто жаңағы сұхбат, оны бәрі біледі, сол сұхбат қой негізі көп уайымдады, ата-анам да уайымдады, ойбай ана кісілер байқа, ертең бауырлары болсын, не болсын, тиісіп жүрмесін ана. Бірақ мен өз ойымды ол жерде нетпеймін, қалай айтамын, ол сөзім айтқан пікірім бәрі қалады, ол менің пікірім ғой. Ол кісілердің де пікірі болғандай жаңағындай. Басында мен бір кім еді, бір атақты әнші бар бізде, сол мені дайректор жазып танысайықшы, біз екеуміз әңгіме айтады, Тоқтар Серіков менің ағам болып келеді дейді да. Бірақ ағам болса да айтайын, сен жаман алдап жүрдің дейді да, жұлдыз жекпе-жекте қалай алдап жүрдің? Мен өзім айтамын да, сен политика масқара екен, мен таң қалдым дейді. Бір атақты әнші осы Қазақстанға. Қалай ол сонда десем, сен тұрасың да, шығасың дейді бірінші рет сахнаға, лапылдан айтасың дейді. Лапылда фанк па, сондай стильде ғой, сен де. Мен айтамын, иә, фанк па. Лапыл, еще шыңғыратын жері бар. Саундтрек болған ба сондай? Иә, лапылда, деп шыңғырып жатыр. Мен жерде рок бар, R&B бар, бағытты тоже араластырамын ғой. Сол кезде байқа, Тоқтар Серіковті естесің, ол ән ұнамайды оған дейді, еще сен секіріп айтып жүрсің дейді да, секіргендер оған ұнамайды. Олар тұрады да, саған бәрі жабылды ғой дейді. Сен тұрасың да, күшті қойғансың дейді. Екіншіге лиричный доғар деген әнді қойғансың жаңағы. Сен үшіншісі, олар уже бүйте бастайды дейді, түсінбей. Өйткені біріншісінде сен жамандап тастады дейді. Үшіншісінде сен тұрасың да, сүйінбайын ақыл ұрғанда, сен жаман қақпанға түсіп жүрдің дейді. Жюридағылар не айтарын білмей алды. Олар өздерінің профессионал емес екендерін сен әнмен айтып тастадың дейді да. Мен айтамын, по идее ондай жоспар болған жоқ. Мен просто жаңағындай подача жағынан солай болсын деп, типа, өйткені солай сұраныс бойынша жаңағы жұлдыз жекпе-жек бағдарламасында біріншісінде авторлаған, екіншісінде қарсыласының әнін басқаша орындау и оригинал тұру. Үшіншісі 80 жылдағы әндер негізі 70 жылдары. Бірақ домбырамен айтып бола ма дегенде болады деді. Болды дедім, домбыра менікі дедім. Дәстүрде жаңағы 11 жыл оқығаным бар оны. Иә, термелер. Дым дайындалған жоқпын термеге. Дым дайындалған жоқ. Шықтым да домбыраны ұстағанды келтірдім. Сахнаның алдында ғана келтірдім. Болды, шықтым да сол бұрынғы мектепте айтып жүрген термем, соны айттым. Тоқтар Серіков, сол Сүйінбайдың термесін дайындалған жоқсың ба? Соны мен дайындалған жоқпын. Вообще көрінбей дайындалған сияқты. Бірақ мен анаған көп дайындалдым, доғарға көп дайындалдым. Енді көбісі негізі сол доғар деген ән жақсы болып кетті, сол кәдімгі аудио нұсқасын шығар деп әлі күнге дейін бәрі сұрайды, бірақ сол видеодан аудиосын шығарып алып өздері тыңдап жүр екен қазір әйтеуір. Соны жаңағындай доғарға көп дайындалдым. Мен лапылда да команда болғаннан кейін, артында жаңағы бенд ойнағаннан кейін
сол кезде бұл жерде бірақ көрдіңіз ба, бұл жерде жаңағы жюриларға байланысты айтып жатсыз осы Мейрамбек Беспаев доктор. Ол кісілер өздері бүйтіп шығып айтқанда олар ойлайды, мынау бір неше еді, очередной жын-жыпыр деген сияқты. Бір жын-жыпырды көрдік. Мынау секірді бірінші айтқанда лапылдан. Олар күткен жоқ қазір Сүйінбайдың ақылын айтатын сол жын-жыпыр. Бірақ ол жерде жын-жыпыр деп айтуға болмайды. Бұл жерде эстрада, бұл жанр, бұл стиль. Бұл жерде мен ана жерде көрдім, сол жерде тұрған адамдардың көздеріне қарап жұмыс істедім. Сол кезде аналары жанып, олар оның үстіне лапылданы біледі екен көбісі. Жаңа өзінше бір жақсы таралған ән болды ғой, енді оны кейін біле бастадым. Сол жылғы жекпе-жектен бастап біле бастадым мен лапылдан мынандай кішкене не екен, ауқымды жақсы таралған. Сол кезде бәрі билеп кетті. И мен соны іштегі энергияны ол кісілерге беріп, эмоция бергім келді лапылдам. Доғарда кішкене демалтқым келді, ақыл-нақылда Сүйінбайдың термесінде мен ой салғым келді. Жаңағындай Сүйінбайдың сөздерін қазір заманауи да тыңдасаң, ескірмеген негізі байқасаңыздар. Соны жеткізгім келді. Ескі сөздерді алып қарасаң да, ол қазірде де сиясы кетпеген, модасы кетпеген да сөздерінің термесінің бір қызығы, бұрынғы термелер. И жаңағындай соны әртүрлі немен қамтып, үшеуін бүйтіп не еттім, сол кезде ол кісілер шатысып қалды. И кішкене ұялып қалды. Негізі мен байқадым, кейін эфирде қарап отырсам, кішкене қысылып қалды кейбіреулер, не айтарларын білмей қалды. Жоқ болсаң жолатпайды ау маңайыңа, жігіттер тірлігітіп мал жинабын, малыға тіршіліктеу талайыңа. Сіз жаңа айтып жатсыз ғой, қалай олар музыкант емес пе деп. Олар түсіну керек қой, сол неше түрлі. Негізі музыкант деген ат жайдан жай адам музыкант болмайды деп ойлаймын. Мен қазір әлі де зерттеп жүрмін. Мен мысалы роктың кейбір бағыттарын, металдарды әлі тыңдай алмаймын. Мысалы сол сияқты ғой. Қазір металлик, мысалы мен жарайды лапылдан айттым, Тоқтар Серіковтердің алдына рок бағытта или металда кеп айтсыншы біреу, олар тіптен шошитын шығар. Сол сияқты мен әрі музыкант деуім үшін өзімді мен бірнеше жанрды қамту керекпін. Дәстүрден бастап классика болсын, орыстардың Чайковскийдің алдында Щелкунчикті сол балет театрына бардық. Одан бір не алдым, жаңағы Чайковскийдің несінен, оркестрдан рахаттандым. Музейге барам. Музыкант жан-жақты іздену керек. Сол кезде ол музыкант деп ойлаймын. Ал құрып отырып жаңағы бір-екі ән деп айтқан әндерді бүйтіп бір стильде айта берсең, музыкант деп жүріп отырып, ол кез келген жердегі әншіге пікір айтылады деп нетпеу керек. Бірақ енді кейін меніңше біздің қазақ эстрадасында бұндай құбылыс әлі болмаған ғой. Сен сияқты сондай бірнеше стильдерді араластырып орындау деген. Сондықтан оларға бір үйреншіксіз нәрсе болғаннан кейін, олар үйренбегеннен кейін, бірінші рет осындайды көріп тұрғаннан кейін бәрі сөйтіп таңы қалып, сондай кішкене қобалжып қалды меніңше. Сондай болған шығар, иә. Сол жаман ұстап алдың сен деп жаңағы бір, енді атын айтпай қойын, атақты кісі, сол әнші жігіт. Бұл қазақ эстрадасында болды. Қазақ эстрадасында жүрген кісі. Бұрын бір топ болды, соның мүшесі. Сол кісі сөйтіп айтқан, сол жақсы араласады екен. Ол мен ағам болса да мен айтайын, мен сол ол кісінің бетіне айтқым келіп жүрмін дейді, күліп. Жаман ұсталынып қалдыңыз ғой назарек шыққанда деп. Ол әшейінде жаңағыдай кәдімгі сенімді сөйлейтін дейді бүкіл әншілерге. Мынауың несі, мынауың несі деп. Сосын ғой мен енді кейбір нелерді мені дұрыс айтасыз, толық білмей түсінбей кетті да. Содан кейін мен кішкене сосын айтпақшы бұл жерде неге эмоцияға беріліп кеттім деп ашылатын болсам, бір интервьюда жаңағы Тоқтар Серіков ағам естіген бір интервьюм бар ғой, бұл жерде айта кетсем болады. Енді бұны бәрібір біледі көпшілік. Өнердің тізгінін ұстайтын адамдар емес бұлар. Өйткені бізге қазір заманауи, бізге басқаша подход керек. Қазақ деп жаңағыда домбыра ұстағанның бәрі, қол ұстағанның бәрі қазақ емес негізі. Іштей ше. Қазақ деген сөз басқаша дәріптелу керек. Үндемей айғайламай, жаңағы қазақ ойбай қазақ емес, қазақтар қазағым-ай емес. Басқаша, қазір заман басқа, уақыт басқа. Қазір тез заман жатыр да. Соцсетте біреу ашылады, біреу жабылады.
кеше диктошкты уже жабылайын деп жатыр Трамптың несімен. Мысалы сол сияқты нәрсе бұл жерде басқаша подход керек. Бұл жерде бір аға емес дегенім, аға көке деген бізде көп. Қатты сезіледі да сол аға емес деген негізі мағына сол үлкен кісілердің көп қараймын кейбір кезде Назареттің әндері бәрі жақсы ұнайды, бірақ үлкендерді сыйламайтыны жаман екен деп. Жоқ, адамдар мен былай сөйледім, бірақ адамдар тіке қабылдай салыпты көп адам. Тоқтаса керек, маған аға емес деген негізі нәрсе, маған аға емес, көке емес, немесе сериалдағыдай сәке бәке емес деген сияқты ғой. Менің мағынам негізі сондай болады. Жалпы өнерде ондай болмайды ғой негізі. Иә, әйтпесе мен үлкендерді сыйламайтын болсам, мысалы сізге сіз деп сөйлеп отырамын, мысалы отырмас едім, мамамен әке-шешемен мен сіз деп сөйлеймін. Негізі біз бала кезден сен деп үйретті, бірақ жаңағындай бәрі ой толқысқаннан кейін мен бір күні шай ішіп отырдым да, Алматыда жүрмін, өзім оқып жүрмін, Қарағандыларында, мама папа болмайды, сіздер мен дүниеге келдіңіздер, кәдімгі неттіңіздер, мен сіздерге сіз деп сөйлеймін деп. Жаңа қарындасым екеуміз үйретіп айттым сіз деп. Сондықтан да ондай тәрбие, қалай айтсам, үлкендерді сыйламау деген ол қате пікір. Бірақ адамдардың бір қызығы тікелей қабылдай салды. Бірақ ол жерде мен былай басқаша айтқым келген ғой. Сосын бұл жерде сол аға, сәке, көке, бәке деген нәрсе бізде сол көп жерде көп. Қалыптасып кеткен, сондай бізге сіңіп кеткен да, бұл бізде негізі сыйластық және кәсіби бір кәсіптің иесі болу, бұл енді бір нәрсе емес қой. Бізде кішкене ажырата білу керек. Бізде бір жаман кәсіби пікір жоқ. Андай бір біліп тұр, жаңағыдай бір съемка бір жерде болып отырады да. Негізі мен білемін да, ол екеуі жақсы араласатын. Ал енді бауырым деп өтірік танымаған мақтайды. Негізі олар бірге отырып, бірге шай ішіп жүрген, бірге қыдырып жүрген, бірге демалып жүрген адамдар екен білесің. Мен тұрамын да. Бізде қазір мысалы жаңа толқын дейді ғой, музыкалық қазақ музыкасында көптеген өте әдемі, талантты сондай музыканттар шығып жатыр. Бізде Молданазар бастап кеткен, оның да Орынхан да бар, Әли да бар, бұл Дютонс гитар да бар, Желтоқсан да бар, неше түрлі. Бірақ олардың барлығын алатын болсақ, сені де қосатын болсақ, олардың арасында Мархаба Сәби бар, олардың арасында Еңлік бар. Дегенмен де олардың барлығы әрине өте дарынды, өте керемет әншілер, бірақ дегенмен де сен олардың арасынан ерекше болып тұрсың да, ұқсамайсың оларға. Не музыкаңмен де ұқсамайсың, не мәтінмен де ұқсамайсың. Дегенмен сондай бір ерекше сондай бір бөлек әнші ретінде тұрсың. Қалай ойлайсың, өзің қандай сипаттама бересің өзің стиліңе? Сенде рок та бар арасында, сондай қосасың. Негізі әртүрлі стильде керемет өзің. Алтынбек Қоразбаевтың әнін қандай керемет орындайсың. Мен естіген кезде мен таң қалдым. Өте керемет, қандай домбыраны қалай керемет шертесің. Мен сондай таң қалдым бір жерде естіген кезде. Термені де айтып жатырсың, сондай қазіргі заманның музыкасы да рок қосылған, барабандар қосылған, неше түрлі, пианинода қосылған эксперименттер деп. Өзің қалай сипаттар едің өзің музыкаңды жалпы? Қандай сипаттама берер едің? Негізі мен көп жерде менің жанрымды экспериментал мюзик деп айтамын. Экспериментал мюзик деген ол неге қарамайды, бір қатып қалмайды бір бағытқа. Бұл рок немесе тағы бір араласқан? Араластырып жаңағы нәрсе бір жақында Фальш деген осы жылдың басында Фальш деген ән шықты. Сол кезде жаңағыдай роктың өзінде электронный рокта и ортасында нарқобыз кетеді. Ол нарқобыздың атмосферасы андай бір ужас. Еще мен андай фильмдерді жақсы көремін, кішкене артхаус нелерді. Яғни бір ужасающий авторлық кинолар ма? Аккордтар бар. Сол жерде нарқобыздың önіне кетеді. Сол кезде қызық бір күйді эмоциямен, музыкада эмоция өз ұнатам эмоциямен ойнауды. Ана жерде ритм бірнеше рет өзгереді. Енді Фальшты мүмкін тыңдадыңыз ба, тыңдап көріңіз. Сондай бір қызық, бірақ сөздер өте андай өткір сөздер. Қазір сол кездегі бір немен жүріп шыққан ән ол да бір іштегі бір нені сөйтіп әнмен шығарып аламын, бір жақсы әйтеуір. Сол да бұл жерде эксперимент жасаймын мен. Тіпті мен ән жасап отырамын да, мысалы, енді бізде әншілер көбісі былай жасап отырады да, мына жерде қайырма болу керек, себебі
адам тыңдау керек, немесе мына жерде ритм болу керек, мына жерде адам билей алу керек. А менде мындай жоқ. Кейбір жерде бүйтіп тұрасың да тыңдалу керек. Мысалы жаңағы фальш деген әнде еркіндік, толық еркіндік, экспериментал деп содан аталады. Эксперимент жасап келе жатамын да, болды, сведение жасайын деп жіберейін деп жатамын да, жоқ, мен мына жерге тағы бір форма қосайын, ровный бит қосамын деймін да, қосамын да, сөйтіп так енді біткен сияқты, енді мен толық болдым деген сияқты упаковать етемін да, сведениеға апарамын. Сол сияқты енді андай еркіндік қой, толық еркіндік. Бұл жерде кейбір кезде таза жібере саламын өзімді. Кейбір әндерде, жаңағы нелерде өзім рахаттансам болды, тыңдарман қазір рахаттана ма, рахаттанбай ма, оны ойламаймын кейде. Бірақ общий мені бір екі ішімде негізі анау бәлкім Жынырат деген әннен білерсіздер, екі бейне өмір сүреді. Біреу менде музыкант, біреу тыңдарман қарапайым. Ол жайында да сөйлесеміз. Ол қарапайым тыңдарман, сол сияқты бір екі бейне бар. Тұрады да, жоқ, музыка ретінде күшті, мен рахаттанып жатырмын дейді. Біреу екі-үш тұрады да, мә, мынауың ауыр дейді. Бірақ өздерің білесіңдер ғой дейді. Сосын жаңағы музыкант тұрады да шығара салады, болды оны. Сосын бір тыңдармандар өзі негізі табылады екен, кез келген музыканың тыңдармандар табылады. Бір керемет просмотр көп болмаса да, бірақ кәдімгідей көргізгіз, мә, ана әнің үшін. Фальш қазір қатты таралмаған ғой, Сәкеден біледі біразы, бірақ бүйтіп бәрі көргенде Жынырады, мә, күшті дейді, Лапылда күшті, Зауыл күшті, бәрі айтады. Терме, домбырамен айтқандарыңды көрді күшті деп, мен көшеде бір күні бір неде жүрсем, брат, фальш үшін қолындап қойшы дегенде, мә, андай бір күшті болып қаласың да, андай көп таралмағаннан негізі, мен екен ғой тыңдармандар деп. Сол сияқты толыққанды жаңағыдай бір неге қатып қалғым келмейді, қалай айтсам, бір бағытқа. Және де мен білдім, әу бастан білдім, негізі бізде музыканттарда бір қызық не бар. Сен әнші болып шықсаң, бір бағытта шығу керексің деген басында бір ортада сондай әңгімелер жүрді бізде. Жазғы бағытта айтам деп ойладым, одан кейін жаздан да бөлек бағыттар бар. Сосын мен бірден жаңағыдай не дейді, бір іштей бір сездім, мен бір 5 жылдан кейін жаздан шаршаймын, немесе 10 жылдан мен өзімді бір рамкаға келмей қояйын деп. Сосын әртүрлі бақ сөйтіп жаңағы эксперименталды. Сосын ғой жаңағындай, сіз мүмкін солай көріп тұрсыз ғой, жаңағы әншілердің ортасы сізде бір басқаша әртүрлі неде ойнай бересіз, домбырада. Жоқ, әрине өте ерекше болып көрініп тұрсыз басқа әншілермен салыстырғанда. Бұл да әншілер керемет, оларды ешқандай. Иә, әркім өзінше жақсы ғой. И содан бізде сол жаңағындай бастағанда бір бағытта болу керек дегенде. Мысалы енді өзіңіз білетіндей, мысалы қалай айтсам, біреулер жаңағындай синтепоп бағытын алып алады, біреулер той-поп бағытын алып алады, тойда ғана жүреді болды. Енді олар түсінікті. Тіпті коммерция дейді, тіпті оларға тіпті ақша керек жоқ болуы мүмкін тойдағы әншілерге. Тойдағы әншілерге тойдың әндерін айтқан ұнайтын шығар бәлкім. Менде өйткені кейбір таныстар бар, оларға жаңа ритм тойдың әндерін қазақи манера дейді, но ол негізі қатты қазақ емес. Тек билеу ма сондай? Өзбек жақтан келген, бір жақтан келген бір манералар бар. Иә, неше түрлі деген нәрселер жаңа чистурка сияқты. Сондай айтқанды ұнайды кейбір адамдарға. Ол тіпті байқамай жүріп, тойға кетіп қалып ақша тауып, ақша деген осы екен ғой деп жүрген. Үйтіп қарауға болмайды. Тойдың әндерін айтқанды ұнататын адамдарды көрдім мен. Ақша үшін емес, той әндерін жай ғана айтқан ұнайды. Басқа әндерді өйткені мүмкіндігі жетпейді, немесе ұнамайды. Жоқ, той әндеріне бала кезден үйреніп қалған. Сондықтан да енді сондай. И бұл жерде менде андай нақты бір бағыт емес, осы бір әртүрлі көріп жаңағындай. Енді алдағы уақытта негізі ой көп, композиция бұйырса, сондай нәрселер жасағым келеді, жаңағы таза сөзсіз. Біраз эксперименттер болады бұйырса алдағы уақытта. Мен жуты гитарамен сөйлескен кезде, ол маған мынандай бір қызық нәрсе айтқан. Мынау ағылшынша айтатын жігіт менің ішіндегі дейді, бұл кішкене ашықтау, ал қазақша айтатын жігіт кішкене жабықтау деген сияқты. Маған мынандай қызық болып отыр. Назарбекке келген кезде, Назарбек мынандай дәстүрлі қазақи әндерді орындаған кезде сондай өзін ыңғайлы сезіне ме, мындай термелерді, Алтынбек Қоразбаевтың әндерін, немесе өзінің әндерін мынандай панк-рок, эксперименталды музыка орындаған кезде өзін жақсы сезіне ме? Қандай неде өзіңді жақсы сезінесің? Қандай жанрда?
себебі сен сондай дауысың ерекше, иә, сондай Алтынбек Қоразбаевқа да керемет келіп тұрады, одан да асып түсіп тұрады, иә, сондай, енді бізге ренжімесін. Ол кісі өзі де айтқан. Иә, сондай асып түсетін, иә, немесе осы қазіргі заманның музыкасын орындаған кезде рокты да қосып, арасына неше түрлі бағыттарды қосып, қай сол стильде өзіңді еркін жақсы сезінесің? Негізі маған қай стильде болсын ән ұнаса, кез келген жанрда жаңағындай Алтынбек Қоразбаевтың әнін айтып отырып, бірден өз әнімді болсын, немесе кавер бір ұнайтын ағылшынша ән болсын, орысша ән болсын айтсам, немесе ұнайтын әнім болса болды, бәрінде еркін сезінемін. Жаңағыдай рахаттанамын. Негізі әннің өзі бір демалыс қой, ән айтқанда бір демаласың. Музыкаға беріліп кетесің. Иә, домбырамен ән айтып отқанда бір өзіңше ішінен бір рухани басқаша демалып отырасың. Кейбір сөздерді жатқа автоматты айтып отырасың, бірақ кейбір кезде бұрын жаттаған кезде оны түсінбей жаттадың да, бала кезде мысалы, бірақ кейін есейіп айтып отқан, ана жерде былай айтып кетіпті ғой, действительно солай деп. Ана мысалы сол кезде мен Сүйінбайдың термесін айтам, оны автоматты түрде мен бала кезден жаттаған жаңағы сөздер айтып отырмын, бірақ оны кейбір сөзден айтып отырамын да, ана жерде шынымен де бұны басқаша қарауға болады екен осы жерін деген сияқты. Қарғадан қарға туар жарқылдаған, жаманнан жақсы тумас жарқылдаған дегендер мен жақсымын толып жатыр, пайдасы өз басынан артылмаған деген сияқтарды сөздерді тікелей емес басқаша да қарауға болатын шығар бәлкім деген сияқты бір ойлар болады. Ағылшынша әндер айтқан андай драйв немесе жаңағы рок-н болса бір секіріп бір билеген сияқты болып бір, енді ол көбінесе мен караокеге барып өз немді шығарып аламын. Ол жерде де еркін сезінемін. Үйге келгенде домбыраны алып домбыраны тартып отырамын. Ол жерде де еркін сезінемін. Мысалы менің байқауымша, өзіңнің әндеріңді орындағанда сен сөзін өзің жазған кезде, музыкасын өзің жазған кезде сен өзің толығымен беріліп, толық еркін сезінетін сияқтысың. Ал мысалы біреудің әнін орындаған кезде, біреудің сөзі, біреудің қалыптасып бұрын орындап кеткен ән болса, бұл жерде кішкене өзіңді бір ұстайсың, бір сондай дисциплина дейді ғой, сондай, бір кішкене еркіндік көп бермейсің деген сияқты, сондай байқалады меніңше. Мен білмеймін, мүмкін мен қателесетін шығармын. Жоқ, дұрыс айтасыз, ол міндетті түрде, ол себебі басқа композитор, басқа ақын, онымен байқасаңыз, мысалы ғасыр әлі дейін жыл жекпе-жекті орындаған кезде авторы Нұрмұқасан дейді, бірақ мен бірінші бала кезден авторына қарайтын, кассета қараймын, кім әнін жазды, кім сөзін жазған Құдайберген Қазбеков деген қыз марқұм болып кетіпті. Оның бәрі тарихын зерттеп, содан кейін мен айтамын әнді, басқа біреудің әні Бағлан Омаровтікі. Ол Бағлан Омаровтың жаңағы несін білем айтқанда, кешеден білмеймін, ал жақыннан бері бэкграунд деп сөйлеп жүргеннен бэкграунд деп келіп тұр, басқасы келіп. Ол кісінің бэкграундын білем, Бағлан Омаровтың өткен историясын білем, тарихын, қандай әндер жазған, кімдерге жазған, өте мықты композитор. И Құдайберген Қазбеков те марқұм. Ол кісінің жаңағы жыл жекпе-жектен кейін немерелері жазып рахмет айтқан. Маған ол не болды? Жағымды болды, приятно болды. Сондықтан да жаңағындай ол кісінің жазып кеткен әні, ол былай кітапта тұрса да, ол маған аманат болып тұр да. Осыны бір басқа қырынан қазіргі заманға орай, енді сол кездерде біз қиын нәрсе уақыттарды бастан өткізіп отқан кезде ғасыр әлдейін айтамын дедім да мен өзіме. Бір кішкене халыққа әлдей болсын деп. Мысалы, сол кезде мен дисциплина, дұрыс айтасыз, өте аккуратно қарап, бәрін әнін бұзбай, бұдан басқаша былай айтуға болады, бірақ бұзбай манерасын, құрметпен, сондай. Құрметпен. Себебі бұл сол кісілердің бізге деген аманаты, бұл авторлардың жаңағы. Бұлар жай мысалы бізде қазір әншілер, енді бізде бір кішкене проблема бар, ән жазған кезде, сөз жазған кезде бүйтіп жасалады да, ақшаны лақтыра бермей ән жазып жүремін деген сияқты бізде қазір кетіп жатыр ғой, туындап жатыр. Ғасыр әлі деген сөзін қарасаңыз, Құдайберген Қазбеков 100% мағынасы жоқ, 100% жазбаған, келесі өзінен өткізіп сөйтіп туындаған ән деп ойлаймын, ғасыр әлі деген сөзі. И жаңағы терме сияқты оған Бағлан Омаров әдемі әуен берген, үн берген. Сондықтан да ондай әнді жаңағындай дисциплинамен айту міндет сияқты, тәртіппен айту. Сонда ал өз әнін өзіңнен шыққаннан кейін, сондықтан толығымен сондай ашыласың, деген сияқты. Жоқ, негізі, өйткені ол сенікі ғой, андай болады ғой, өзің затыңды бүйтіп ете бересің. Жаңағы қалай айтады, былай да былай әйтеуір қолдана аласың да. Біреудің заты болса, ой, мен ананы сындырып алмайын
ойбай мынау маған аманат қылып тастап кетті ғой, или мысалы біреу наушнигін тастап кетті, мысалы мына наушник тыңдай тұрайын бірақ мынаны сындырып алмайын байқа деп үйде кішкентай балалар жүрсе ұрсып тиіспеңдер деп, сол сияқты ғой. Ал бұл енді ән деген ішкі бір рухани нәрсе ғой, ол тақырыптарына да байланысты. Бірақ басқа біреудің әнін айту негізі, мен ең бірінші сол әнді зерттеп мен өзіңді сендіру керекпін. Қалай айтсам, кішкене бұл жерде сол жазылған әннің күйіне ену керек, содан кейін барып дайын болғаннан кейін мен бірінші дайындаламын біреудің әнін айтпадыңыз бұрын, дайындаламын да жаңағы пианиномен мысалы доғада бұл жерде махаббат жаңағы доғар деп жатыр да, сол моменттерді есіме түсіріп, менде бір басында сондай момент болды ма, иә болды, так осыны есіме түсіріп сол жерде мен көзім жұмып айтып жаңағыдай әйтеуір бере алдым. Сол кезде халық сен алды, негізі содан кейін өтті деп ойлаймын ол. И жаңағыдай кейбір мен ойластырылмаған иірімдерді жасап жүріппін, жаңағыдай әнге кетіп қалған, бір жерде фальцетке кетіп қалған. Мен өзім келесі эфирге қарап отырдым да, эфир дайын болғаннан кейін сондай болды, қызық екен, табиғи шығып кеткен, мен андай ішіне жаңағы кіріп кеткенмін ғой әннің. Солай негізі ол да бір не ол да бір қалай айтады, қиын негізі, ол да бір өнер деп айтса болады, басқа бір әнді өзіңше өз неңнен жеткізу. Иә, бұл Шекспирдің трагедиялары сияқты. Мысалы, иә, спектакль қойған кезде әр режиссер өз бетінше қояды. Иә, мысалы, бір режиссер Гамлетті құрметте былай оны енді әлпештеп бүйтіп қойса, біреу оны бүйтіп қоя салады, мен қалай көрем, мен солай жасаймын деп, бір жерін қысқартып, бір жерін өзгертіп деген сияқты. Сол сияқты, иә, бұл да сондай әр адамның көзқарасы қалай ол қарайды, қандай құрметпен бұл әнге. Дәл солай қояды. Аса енді не дәрседе болсын, музыкада, басқа музыкада болсын, күйде болсын, жалпы әуенге болсын, бір рухани ішкі толғаныс, ішкі нәрседен ол адамдар қазір кейбіреулер тірі, кейбір әндердің жаңағы авторларының жаңағыдай бұл дүниеде жоқ, содан кейін аса құрметпен қарау керек деп ойлаймын. Жаңа осы музыкалық толқыннан, сол Қазақстанның ренессансынан, музыкасын кейбір адамдар сөйтіп айтып жатады. Қай әншіге сен ондай қызығып қарайсың шығармашылығына? Жас әншілердің арасынан. Кім әсіресе ұнайды? Сондай өзгеше, не мәтіндері де, музыкасы да. Өзінің сондай ұстанымы да өзі. Кім ұнайды? Бізде қазір көп қойылар. Бізде көп, қазір мен есіме түспей, осы сұрақ қалғанда қиын, былай жүргенде. Негізі әңгіменің ашығы былай көп тыңдамаймын, біздің әндер былай тыңдап қаламын, бірақ бір андай, қалай айтады, адамның жеке несі ғой, вкусы ғой, бірдеңелері. Талғамы. Иә, талғам бейт тұрасында, мына жер жақсы екен, бірақ мына жері. Бірақ кеше ғана бәлкім танысқаннан кейін бе, Қазыбек Құрайыш деген әнші бар. Оған дейін білетін, бірақ кеше ғана көзбе-көз премьерада таныстым. Бір қарапайым сондай, білмеймін, қарапайымдылығымен баурады ма, әндері де тембрмен ба, бір күшті бір өзінің несі бар. Жүрегімнің емі өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім, таптым ау сені. Біздегі жаңа сіз айтып жатсыз ғой, кейбір әншілерді мен көп, бізде енді бұл жерден емес, білмеймін, біздің әншілерге кішкене сенбеймін, жақсы әншілерге. Өйткені олар ерекше болайыншы деп бірдеңе жамылып алған сияқты көрінеді маған. Кейбір ән айтып тұрады ғой, мысалы Үркер, иә, ол кісіге жарасады, жаңа бізде бірақ деп айтатындар көбейіп кетті. Және де ол сөйлегенде олай сөйлемейді, негізі сөйлесесің, да, мы вчера вот это, да деп айтады, и көрініп тұрады жасанды екен, и стиль ұстап алғаны, и сөздерін қарайсың. Енді бұл жерден емес, қалай айтсам, бір жасанды сырттай қарағанда көрінеді. Содан кейін мен қатты қабылдай алмаймын сондай нәрселерге көбінесе. Содан кейін сол ал жаңағындай сосын Мархабаның
Мархаба. Иә. Ал қазір рэперлер көбейіп кетті мысалы. О, рэперлер, иә. Қазақша рэп айтатын әншілер. Қазақша рэперлер негізі бізде негізі рэп индустрияда бұрын қызықпайтын. Кейіннен осы қарап нетіп жүрсем, бір кейбір рэперлер бар, жақсы шығып келе жатып, бірақ жоқ болып кеткен. Қазір бірақ кейінгі рэперлерден бір қазір Төбе деген лейбл бар. Сол жерде Қуанышбек деген жігіт бар, сол мынау жүр кейінгі кезде. Сосын Тахауи деген жас балалар, кәдімгідей жас жігіттер. 23-те ма, 24-те ма жастар. 25-ке толмаған. Иә, 25-ке толмаған. Тахауи деген 20-да қойдың тіпті. Жаңа тақырыптарын көрсеңіз, неме? Мен өзім былай байқаймын да, мысалы біздің осы жаңа толқыннан, музыкалық толқыннан әртістер, олар бір-бірімен былай араласса, концерттерде. Сол кім Орынхан болсын, Али болсын, Молданазар болсын, сол Манро болсын, Дютон Зекетар болсын, жетқізіп бір-бірімен араласады. Ал сен, мысалы, Назарбек, сосын Мархаба Саби, бір сондай бөлек тұрған сияқтысыңдар. Ешкіммен араласпайтын, өз бетінше жүретін сондай әртістер сияқтысыңдар. Мархаба да сондай, Мархаба да ол да ешкіммен араласпайды, сондай бір бөлек ұстанады өзін. Сен де сондай сияқтысың. Неге солай болып тұр? Ол сондай, сол әншілік, сол жас әншілердің тусовкасында сендер жоқсыңдар да? Білмеймін, енді ол жағын айта алмаймын. Неге олай екенін айта алмаймын, білмеймін. Бізде бәлкім бізде араласатын өнерде олар басқа әншілермен деп көрсе өнер адамдарды, мысалы менің араласатын өнердегі адамдарым ол суретші болуы мүмкін, хореограф, режиссер болуы мүмкін, актер болуы мүмкін. Иә, ол мен әншімін деп маған әнші сияқты біреумен араласу бәлкім, білмеймін, мен жауап қазір сіздің сұрағыңызға өзім жауап іздеп жатырмын. Бәлкім маған басқа әншілер, бүкіл әншілерді жинап араласайық деген, то есть өзім музыканың несін білем, и оларға тіпті может қалай айтсам сәл кішкене шым пысып кеткеннен кейін ба бәлкім араласпайтын деп жауап іздеп жатырмын да. Маған режиссермен араласқан қызығырақ, немесе суретшімен араласқан қызығырақ деп бәлкім басқа бір мамандықтағы адамдармен араласқанда, мысалы сол үшін шығар, бәлкім содан кейін шығар деп ойлап тұрмын. Әншілермен көп араласпын. Қазір мен өзім жауап іздеп жатырмын да сіздің сұрағыңызға. Өйткені басқа адамдармен, мысалы енді кейбір кезде енді дос бала, негізі былай айтқанда әңгімен ашығы араласатын бір адамдар да көп емес негізі өз басымда. Бір саусақпен санарлық бір 5-ке жете ма жетпей ма білмеймін, 5 саусаққа жете ма жетпей ма. И бірақ қалай айтсам, әр кездескен сайын біз шаршамаймыз. Таңға дейін әңгімелесе аламыз, сөйлесе аламыз. Жаңағыдай бір ол бірақ музыкант емес, ол әнші емес. Ол өзінің әлеміндегі, өзінің білген тәжірибелерімен бөлісіп отырады, оқыған кітаптарымен. Назарбек, білесің ба, бүйтіп айтып отырды, кстати, осыны әніңге қоссаң болады, негізі саған жақын сияқты осы деп. И сондай нәрселер бізде әңгімеде. И біз жаңағындай бір бәлкім содан кейін қызығырақ шығар басқа мамандық болғаннан кейін деп ойлап тұрмын. Ал әншілердің өзің әншісің, музыкантсың, басқа әнші музыканттарды жинау жоқ, әнші андай енді оған қарсылығым жоқ. Бәлкім содан кейін шығар деймін. Біз қашатынбыз бәлкім Мархабада, енді Мархабаның ойын білмеймін. Солай шығар. Сол мен өзім былай байқаймын да, сырттан қарап отырамын. Мен сол сіздің сұрағыңызға өзім де жауап іздедім. Жоқ, негізі араласатын әншілер бірақ керемет дос болып, брат, андай не емес, қатты араласпаймыз. Бірақ амандығымыз түзу бір әншілеріміз бар. Мысалы, Ерлан Байбазаров та, жаңа Мархабада сол амандығымыз түзу. Жаңағы кім? Мархабат сондай жабық та, бұл сен де сондай жабықсың, Былай сөйлесе аламыз, бірақ біз жиі күнде көрісіп, давай таңертең кеттік шай ішейік, обед бірге ішейік деген бізде бәрімізде жоқ. Бәріміз үнемі бірге кездеспейміз. Арасында бір жерде примерда мысалы алдындағыдай Мархабамен кездескен, қалайсың анау, солай. Біз өйткені кезінде тоже бір неде оқыдық, консерваторияда. Сол кезде біз араластық. Одан кейін ол кісі Мархаба тұрмысқа шығып кетті, одан балалы болды, одан өзінің ойлары мен өзімен біз кезінде бәріміз бірге бір қазанда болдық та. Содан қазір әркімнің өзі негізі уақыт өте қалай айтады, білмеймін, өз басым әншілермен емес,
басқа өнер майталмандарымен араласқан қызығырақ маған. Өйткені мен осы 2 жыл болды мысалы жаңа кескіндеме өнерімен қызығып, бәрі достардың арқасында. Басқа да бір әлемдер бар екен ғой, музыка ғана емес деген сияқты ғой. Жаңа музыка жалпы өнерлік барлық қырынан зерттегің келеді. Иә, мысалы кескіндеменің проблемасы тіптен жаңағыдай дәріптелмеуі, қазақ кескіндемесін бізде кезінде жаңағыдай бастап кеткен атамекен, сол бірден көзіме түсті. Мысалы сондай нәрселер бізде бар екен ғой қазақтарда. Бұндай жаңағыдай инстаграмға салғам, сол кісінің атын жазып, қазір атым келмей тұр. Жаңағындай өнерінде басқа қырлары бар екен ғой. Біз кейбір кезде әншілер өзімізге көп алып кетеміз, андай бір өнерді біз ғана ұстап тұрған сияқты. Негізі басқа да қырлары бар деген сияқты ғой. Сол үшін де бәлкім маған сол әншілермен содан кейін шығар бәлкім бөлек жүр деп айтып отырсыз ғой сіз. Ол олай емес. Біз араласамыз просто басқа өнер адамдарымен. Басқа мамандықта. Әншілер емес. Олар бәлкім ол қасындағы жаңағындай атақты болса олар бірақ олар өз жаңағы несінде олар атақты. Сол сияқты олар басқалар білетін болса, ана кімдер бәрі бір тусада жүр екен ғой деп айтар ма еді бәлкім. Сондықтан түсіндіңіз ғой енді бұл жерде маған солай больше қызығырақ. Ал көбісі әншілер, біздің әншілер сенен сұрай ма бізге маған ән жазып берші деп? Көп сұрайтындар көп. Қай әншілер жалпы сондай сұрақпен келеді? Мен негізі өтінішпен сондай. Аттарын айтпай қойсам бола ма, өйткені біраз әншілер. Бұл құпия ма? Жоқ, жазғандарым да бар. Қазір жазып берші деп жүргендер бар. Бірақ менде қазір уақыт жоқ. Бұрын жазып жүрдім басында бір әншілерге. Кейбір әншілерге мен бірақ кейбір кезде ән жазудан біреуге ән жазуда кішкене қайтсам шын жүректен жазып бересің, сосын ол ән соңына дейін апармай бір орта жолда қалған кездер болды. Содан кішкене көңілім қалды. Енді ақшасын алған кезде жақсы, сол моментте жаңағыдай табыс ретінде басында солай болды. Ақшаны береді, сен ән жазып бересің. Содан кейін жаңағыдай бір алдым, окей, қыз күшті екен дедім да. Ең бірінші, сосын 2-ші рет, 3-ші рет уже ойлана бастадым. Уже ақшадан не жоқ, жаңағы әнім не болып отыр мен жазған, саған жазып берген ән. Ол қалды, ол анау қалай қалды? Апармай қалды. Андай қалай айтсам, жаңа айтып отырмын ғой, басында әңгіменің басында басталды ғой. Бала сияқты қараймын деп, балаларым сияқты әндерімді. Сол сияқты бір балаларым бір шетте қалып бара жатқан сияқты бір уайымдап кетесің ба? Уайымдап кетесің. Иә, бір жетімдер үйіне беріп жатқан сияқты бір күйде болдым да, қазір мен шынымды айтсам кішкене жазбаймын. Жазсам да таңдап және енді бұл жерде бағаға өзінің бір несі бар, ұғымы бар. Бағаны көтердім ол жағынан. Чтоб бәрі ойбай маған жаз демес үшін, чтоб болашақта. Қазір менде көбінесе композиторлық қырда сол сериал фильмдерде ғой. Содан кейін менде қазір уақыт бола бермейді. Сол жағынан. Ал сен стиліңе келетін болсақ, осы бас киім міндетті түрде, сондай қара түсті жақсы көресің. Бұл стильді сен өзің таңдадың ба, әлде қалай болып қалыптасты, қалай пайда болды? Негізі осы интернетте, ютубта комментарийлерді оқыған кезде сенің орындауыңда бәрі жазады, осы Назарбектің стилі деген керемет, өзінің әндері де сияқты сондай мрачный деп. Сол қалай қалыптасты? Қарада болған маған басында бала кезден негізі ұнайды. Қара түс, ақ түс ұнайды. Өзі 2 түс ұнайды, қара, ақ. Басқа түстерді мен көп кимей, маған жараспайтын сияқты болды. Содан байқасаңыз, мына жерде ақтар болады әйтеуір бір жерден. Бүгін енді бәрі қара болып тұр. Қара түс кішкене көзге түспейді ол көп. Содан кейін шығар бәлкім оны. Жалпы қара түс өзінің бір несі бар, қара түс туралы оқитын болса. Негізі мынау бас киімді айтатын болсақ, Алматыға енді әңгімені ашығып Алматыға келген кезде жалпы экологияға байланысты шаш түсе бастады. Содан кейін мен бас киім кие бастадым. Содан кейін бұл стильге айналып кетті негізі.
негізі басында шляпамен жүретін. Қазір мен сонда осындай басында фуражка. бұл қорғаныс болатын, енді сосын стильге айналып Иә. кетті, иә? Сол Қазір- ең ол әдейі былай ойластырылған концепция емес. Негізі бұрыннан бала кезден мынандай бір нелер киіп жүріппін мен. Бұрын фотоларымда ылғи бас киім тастамайды екенмін. Әдет ретінде де оның үстіне жаңағы мама папалар енді күн өтіп кетпесін басынан деген нәрсе бар ғой. Иә, Мен де бала кезде тақия киіп жүретін. Содан кейін бір моментте мен кәдімгі осознанно далаға шыққам. Кейбір кезде енді бірақ жалаңбас шығып жүрдім. Далаға шыққан кезде кәдімгі кепка киіп. Содан бұл стильге айналды. Бірақ мынау қазір алдарыңыздағы бұл Сая Кенже деген жас жаңағы дизайнер қыз. Біздің қазақстандық дизайн. Иә, ол өзінің несін әлі ашқан жоқ. Бір қазір енді бір атақты неде жасап отыр, ол құпия біздегі Қазақстандағы. Сол тігіп берген жаңағы өнерімді сыйлап. Саған арнап тығып берген. Арнап осы жұлдыз жекпе-жекте көріп, мен сізге осындай бір сыйым бар. Өз творческий, мен ақшасы қанша жоқ, ақша емес. Сізбен сөйлесуім керек, сіздің неңізді білуім керек, соған байланысты мен өзім бір образ жасап беремін. Мен өзім ойланып жатқандай. Сөйтсем мен екеуміздің бір ұнататынымыз жапондық дизайнер Йоджи Ямамото екен. Жаңа осындай нәрселерді көп нететін. Иә, ұқсас. Иә, ол ұнатады екен. Сосын осыны әкеп тұр, мен қатты қуанған. Көрсеңіз ана жерде жарып кете жазатын материалды көріп. Сол кісі менің қара түс нелерді киіп жүрдім, соны толық закреплять етіп берген сол Сая Кенже деген қыз деп айтсам болады. Менің қазіргі стилімді, образымды бүйтіп, менікі бүйтіп шашырап жүрді кішкене былай киінсем былай. Бірақ өзі андай орысша айтқанда военныйға бір жақын, байқасаңыз фуражкалар осындай. Андай емес. Бірақ сол жаңағы жапондық немен келді да сол қыз. Қазір мен көп біраз киімдер тікті ол қыз. Сол. Мен оны сұрап жатқан себебім, бізде мысалы қазақ эстрадасында әншілердің көбісі стильге андай мән бере бермейді, иә, бізде. Былай оны кәдімгі өзінің образын, стилін ойластыратын әншілер былай санаулы бір 5-6 кісі шығар, бір 5 кісі де болмайтын шығар. Сондықтан сұрағаным, мүмкін бұл сондай ой бар, концепция бар шығар деп. Иә. Сондай енді художник сияқты. Енді сол Сая Кенже бір өзінің нелерін қосып жүр. Бірақ жалпы маған не ыңғайлы, мен соны киіп жүрдім. Жалпы бірдеңе келе жатамын, бірдеңе ұнап қалады. Кие саламын, болды, сатып ала саламын. Бірақ бас киімді өте қатты таңдаймын, мынау мен киіп тұрған. Мына жері қысқы, бұл бас киімді табу қиын, осы бас киімді бар ғой. Осы тура осыны табу қиын. Сол. Жын ұрады әні. Я бұл жерде мынандай енді екі бейнем, менің екі бейнемен сөйлесем деп айттың, сен бұл жерде мен былай көріп отырмын да, бұл ән өзіңді сынау, я өзіңе сондай не өзіңде ұнамайды, соны айтқың келген сияқты нәрсе. Ол жерде не болса соны арбандайсың, бүйтесің, сөйтесің деген сияқты көптеген сондай сыни сөздер өз-өзіңе айтып жатсың. Бұл сен жалпы негізі өмірде де сондай адамсың ғой, сондай бір өзіңнің ісіңе сондай сыни пікірмен қарайтын. Иә. Сондай жиі сын айтасың, өз жұмысыңа, өз жасайтын нәрсеңе. Иә. Бұл немен байланысты бұл негізі? Жалпы сол перфекционизм дедің, соған байланысты ма, әлде өзің солай бағалайсың ба шығармашылығың? Мысалы, сенің шығармашылығыңды алып басқа артистермен салыстырсақ, енді сен бір екі саты бір жоғары тұрсың оларға қарағанда, сонда бұл жерде енді сондай слишком самокритичность дейді ғой, сондай қатты өзін сынау да бір кері әсерін тигізетін сияқты меніңше. Дұрыс айтасыз. Негізі бұдан да аса мен қатты өзіме қатты қарайтын. Мен қайта қазір кейін кезде жұмсартқан түрім бұл. Негізі ол кейбір кезде қалай бар, солай жіберу керек деген неге келдім. Кейбір кезде менде болды бір әндерді нетесің андай. Ой, кейін шығарам, кейін. Мынау қазір шығайын деп жатқан сол 3 ән трипикқа қатысты. 2015-тен бері ұстап келе жатырмын. Біреулер айтады, неге мархабаның өзі бір керней той деген әнді естіп қалған. Неге сол ән шықпады уже деп қалдым да бір кездескенде. Ал менің ойымша ол әнге уақыт керек болды маған. Өйткені маған да керек болды аранжировка тұрғыда, және де тыңдармандарды да күттім. Бірақ ол ән менде 2017-тен бастап шыққан, 5 жыл күтті. Бір ән бар 2015-тен бері күтіп келе жатқан. Ол тіпті 7 жыл мені күтіп жүр. Қашан шығарасын мені.
Бұл өте ұзақ, енді біздің әсіресе қазіргі заманның несімен бағалайтын болсақ, Иә, өте ұзақ. менің бір сондай нелерім бар, андай қатты кейбір кезде, бірақ кейбір былай қатты ұстап аламын өзім, жаңағыдай жоқ мына жері былай, мына жері былай деп. Бірақ кейбір кезде жаңағыдай шаршап кетемін, бірақ андай миымда қалай айтсам, бәрі ойдағыдай болмаса, кішкене не болады. Бірақ бір жақсысы, уже жаңағыдай әнді жіберемін ғой, немесе кез келген нәрсені жібергенде, мен оны артқа қайтып келмейді екен әйтеуір, бір жақсы. Бір адамдар бар екен ғой, бүйтіп жібереді, сосын уже анау кетті ән, тыңдап отырады, білейін мен ана жерін дұрыс істемедім, қап мен ана жерін бүйтуім керек еді деп. Ол тіпті жаман сияқты меніңше. Вот мен ана бәрін жасаймын да, сосын жіберемін де болды, қарамаймын артыма. Солай қалай кетті, солай кетті. Сол не болса соны армандайсың. Негізі зияны да бар, пайдасы да бар, бірақ мен жаңағы бұл сұраққа менің ойымша ортасымен былай қалай адекватно ортасымен дұрыс сәл мөлшермен қарау керек сияқты осы неге. Қандай жағдай жан жақты өлшеп таразыға салып, кейбір жерде қатты қарау керек, кейбір жерде керегі жоқ кезде принципқа нетпей, перфекционизмді кішкене жұмсарту керек сияқты. Кейбір моменттер. Өзім сөйтіп жүрдім қазірде. Қатты бұрын подряд бәріне қарайтын, қазір кейбір әндерді бүйтемін да, кішкене жоқ. Болды, бұл немен шұқылай беремін деймін да, жібере саламын. Кейбір жерде жоқ, бұл сен жаңағындай 5 жыл күте тұр деген сияқты. Сондай ойлар. Не болса соны армандайсың деген өлең жолдары, сен қазір нені армандайсың? Қазір қандай арманың бар? Анау ма, сіз жынрадына не бір нәрсені армандаймын деп айтып отырсыз. Иә, сол жақта сондай. Не бір нәрсені армандаймын, бірақ әрекет қылмаймын, не қылған бір сормаңдаймын. Иә. Қазір қандай арманың бар? Нені армандайсың қазір? Армандайсың. Қазір енді бір жоспар құру, армандау деген қиын болып кетті, қазіргі сондай заманда, тыныш емес заманда. Дегенмен де біз бір енді ойластырамыз ғой бір нәрсені. Қазір негізі жер бетінде жақсылықты армандаймын енді. Жалпы бір жеке басыма қатысты ол тілектер бар, жаңағыдай кішкентай нәрселер. Үй болсам екен деп, басым екеу болса екен деп. Сосын жаңағы бізде енді оның бәрін негізі ертерек жасау болушы, жаңағы бірақ кейбір принциптермен қалып кете береді да, кейбір салттармен біздің анау сөз келеді, анау келеді дегенмен. Сол жалпы негізгі арманым, мен оған келе жатырмын, бір басым екеу болу, әке-шешем әрдайым қасымда жүру, достарым қасымда аман болу, осы қасымдағы адамдардан Құдай ажырамаса екен деген арман мақсаттар. Жалпы адамдар және жалпы бізде енді біздің осы үйде тұрып атқаннан кейін, шаңырақта біздің Қазақстан деген мемлекетте тұрып атқаннан кейін біздің мемлекетіміз бассам болсын. Қазір нағыз арман сол деп ойлаймын, өйткені айналада қаншама қақтығыстар, ұрыстар, соғыстар болып жатыр. Сондықтан өте бір қорқынышты дүние. Сол бейбітшілік болсын, тыныштық болсын, басымыз аман болсын деп қазіргі арманым сол. Басқа не жоқ. Өйткені қорқыныштар бар. Қазір мына бізде анау жақта бұрынғыдай теңіздің ар жағында болып жатқанымыз, көрші мемлекеттерде болып жатқан жағдай. Содан кейін сол кісілерде бәрі жақсы болып тынышталса екен деген үлкен негізі осы соңғы арман сол.